Шлактың улы заттың ағзаға жиналуына түрлі дерт себеп болады. Сіз ауырған кезде түрлі ем қабылдайсыз. Одан бөлек өз бетіңізше дертіңізге шипа іздейсіз. Алдымен видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ағзаға түскен инфекция вирус дәрінің көмегімен жазылады, ал шлак сол күйінде қалады. Ағза сауыққан кезде бойындағы шлакты өз бетінше емдей алады. Бірақ кей кезде ағзаны шлактан тазалау үшін біздің көмегіміз керек болады. Ағза қай кезде тазалауды қажет етеді? Үнемі әлсіздік пен шаршау, бас ауруы, артық салмақ немесе тым арықтау, бұлшық ет пен буынның ауруы, ауыздан жағымсыз иіс шығуы, тілдегі ашық немесе сары дақ, терідегі қышыма, аллергиялық әсер, іштің кебуі, іштегі өзгеріс, қатты терлеу немесе жағымсыз иіс. Ұйқысыздық пен мазасыздық ағзаға шлактың жиналғанын білдіреді. Ағзаны тазалауға қалай дайындаймыз? Шлак пен улы зат түрлі ағзаға жиналады. Бауыр, бүйрек, ішек және қан тамырлардағы жиналған шлакты мына әдіспен тазалауға болады. Ішекті тазалау үшін 1 стакан салқын суды ыдысқа құясыз. Оған 1 шай қасық зығыр дәнін салып, отқа қойыңыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып сүзесіз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатар алдында ішесіз. Зығыр сүтінің де ішекті тазалайтын қасиеті бар. Ол үшін зығыр ұны мен суды араластырасыз. Бетін жауып, 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең аш қарынға ішу керек. Бауырды тазалау үшін бұл ем тюбаж деп аталады. Бауырды шлактан улы заттан тазалау үшін ала тікен қажет. Ол үшін 1 шай қасық шөпті 1 стакан суға араластырып отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң оттан алып сүзіп қоясыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді 1 ас қасықтан қабылдау керек. Қанды тазалау барысында жүрек пен қан тамырларының жұмысын жақсартасыз. Ал қанды шлактан тазалау үшін қалақай, яғни крапива шөбінің көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 1 шай қасық балғын немесе кептірілген жапырақты 1 стакан қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Тура 45 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 2-ге бөліп ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын қабылдау қажет. Қанды толық тазалау үшін емді 30 күн бойы үзбеуге тырысыңыз. Міне достар, сіздерге үй жағдайында шлакты қалай тазалау керек екенін түсіндіріп өттім. Менің арнама тіркеліп, қазақ контентін қолдаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.